Қайырлы күн, құрметті боксер қауым. Мінеки Ақтау қаласындағы Шоқыр Бөлтекұлы атамыз бен Қостанай қаласындағы ересектер арасындағы республикалық турнир өз мәресіне жетті. Ендеше сіздердің назарларыңызға осы қос жарыстағы чемпиондардың есімімен таныстырып өтейін. 48 келі салмақ дәрежесінде Қайрат Ернұр осы жарыс барысында қарсылас шақ келтірмей чемпион атанды. Ал 51 келі салмақ дәрежесінде үлкен апсет орын алды. 2023 жылғы әлем чемпионы Санжар Ташкенбай Батыс Қазақстан облысының боксшысы Даниял Сабиттен төрешілердің басым дауысы бойынша жеңіліске ұшырады. Даниял Сабит 51 келі салмақ дәрежесінің жеңімпазы атанды. Ал 54 келі салмақ дәрежесінде маңғыстаулық Жетібаев Самат жарыс жеңімпазы атанса, 57 келі салмақ дәрежесінде қызылордалық жас өрендердің бірі Нұрсұлтан Алтынбекке бұл турнирде қарсылас шақ келмеді. Ал 60 келі салмақ дәрежесінде Абдуали Алмат чемпиондар тұғырынан көрінсе, 63,5 келі салмақ дәрежесінде Серік Теміржанов жарыс жеңімпазы атанды. Ал 67 келі салмақ дәрежесінде Рахат Сейчан осы турнирдің үздігі болды. Ал 71 келі салмақ дәрежесінде жастар арасында әлем чемпионы Аққалық Сабыржанға қарсылас шақ келмеді. Ал 75 келі салмақ дәрежесі бойынша тағы да жас талантты боксшылардың бірі Арманұлы Армат бұл турнирдің жеңімпазы атанса, 80 келі салмақ дәрежесінде ақтөбелік Қартбаев Жәнібек алтын медаль иегері атанды. Ал 86 келі салмақ дәрежесінде 2019 жылғы әлем чемпионы еліміздің мақтанышы Бекзат Нұрдәулетов қарсылас шақ келтірмей чемпион атанса, 92 келі салмақ дәрежесінде өзбекстандық Махамов есімді қонағымыз жарыс жеңімпазы атанды. Ал аса ауыр салмақ дәрежесінде Тойбай Дамир жеңген Айболды Дәуренұлы бұл турнирдің чемпионы атанды. Ал бұл турнирдің үздік боксшысы ретінде Бекзат Нұрдәулетов танылды. Ал турнирдің ең үздік төрешісі Абайхан Дінмұхамедке бұйырыпты. Ал Қостанай қаласындағы ересектер арасындағы республикалық турнирде 48 келі салмақ дәрежесінде Қарап Ернұр бұл турнирдің чемпионы атанды. 51 келіде Молдаш Сұлтан Жамбыл облысының боксшысы. Ал 54 келі салмақ дәрежесінде Қабдешев Тимур Ақмолалық боксшы. 57 келі салмақ дәрежесінде солтүстік қазақстандық Молдашев Дәулет қарсылас шақ келтірмесе, 60 келі салмақ дәрежеде Жамбыл облысының боксшысы Жексен Бейбарыс бұл турнирдің жеңімпазы атанды. Ал 63,5 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының қатысушысы Қарағандылық Талғат Сырымбетов алтын медаль жеңіп алса, 67 келі салмақ дәрежесінде Қадырбаев Сержанға қарсылас шақ келмеді. Ал 71 келі салмақ дәрежесі бойынша Жамбыл облысының түлегі Алишер Абдуалим бұл турнирдің чемпионы атанды. 75 келі салмақ дәрежесінде де жамбылдық боксшы Молжігітов Диас жарыс жеңімпазы атанса, 80 келі салмақ дәрежесінде өткен жылғы Қазақстан чемпионы, болашағынан көп үміт күттіретін боксшыларымыздың бірі Ерасыл Жақыпбеков бұл турнирдің алтын медалін алды. Ал 86 келі салмақ дәрежесінде кәсіпқой бокс пен әуесқой боксты қатар алып жүрген қостанайлық Михаил Кахач жарыс жеңімпазы атанса, 92 келі салмақ дәрежесінде қарағандылық Юсупов Нұрмагомед бұл турнирдің жеңімпазы болды. Ал аса ауыр салмақ дәрежесінде 75 келіден бірден 92 келіден жоғары салмаққа ауысқан қостанайлық Илья Медяник ақтық бәсекеде өзінің жерлесі Сулейман Промоушн боксшысы Даниял Семеновтан басым түсті. Ал турнирдің ең үздік боксшысы болып Ерасыл Жақыпбеков атанды. Мінеки достар, Маңғыстау облысының бокс федерациясына және де Қостанай облысының бокс федерациясына алғысымыз шексіз. Осындай керемет деңгейде үлкен жарыстарды ұйымдастырғанына көптеген жігіттер өздерін жаңа қырынан көрсете алды. Кейбір жігіттер алдағы жарыстарға байланысты өздерінің қателіктерімен жұмыс жасайтын болды. Жеңісті күндер көп болсын. Қазақ боксы жасасын.